Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін біз сіздермен бірге Каспий KZ қосымшасы арқылы айыппұлды төлеп үйренеміз. Алдымен Каспий KZ қосымшасына кіреміз. Каспий KZ. Одан кейін мемлекеттік қызметтер бағаны өтеміз. Мемлекеттік қызметтер. Одан кейін көріп тұрғандарыңыздай айыппұл бағаны өтеміз. Айыппұл тексерудің екі жолы бар, яғни жеке тұлғалар үшін. Бірінші ЖСН арқылы, екінші көлігіңіздің мемлекеттік тіркеу нөмірі арқылы. Біз ЖСН арқылы. ЖСН бойынша тексеріп көреміз. ЖСН бойынша айыппұл дегенді басып, Каспий KZ кіретін қосымшаңыздың құпия сөзін жазуыңыз керек. Болмаса менде саусақ таңбасы арқылы ашылады. Саусақ таңбасы арқылы ашып, келесі бағанға өтеміз. Келесі бағанды көріп тұрғандарыңызда ЖСН жазылатын жері шығады. Егер нөмір өзіңіздің атыңызда болса, Каспий өзіңіздің атыңызда болса, мынандай не шығады? Штраф по номер документі деген. Осының үстінен бассаңыз, мына мәліметтер автоматты түрде толтырылады, яғни қолмен жазып жүрмейсіз. Одан кейін тексеру батырмасын басу қажет. Тексеру. Көріп тұрсыздар, менде 18 тамыз күні жол ережесін бұзған. Яғни штраф салынған, айыппұл салынған. Соны төлеуіміз керек. Мына жерде төлем сумасы, хаттаманы көру үшін хаттаманы қарау деген басып, таныссаңыздар болады. Төлеу үшін төлейтін сома деген үстіне шертуіміз керек. Төлейтін сома. Одан кейін растау және төлеу батырмасын басамыз. Болды, міне көріп тұрғандарыңыздай. Міне көріп тұрғандарыңыздай айыппұлды төлеу сәтті аяқталды. Құрметті достар, назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Бізді қарай жүріңіздер. Видеоның астына пікір жазыңыздар, лайк басыңыздар, арнамызға тіркеліңіздер. Рахмет.